Сәлем достар, сіздермен бірге Нұршат. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші жылы суымызға аштығымызды, қантымызды, тұзымызды барлығын салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Ұнымыздың үстіне дайын болған апарымызды құйып, майымызды құйып, біркелкі қамыр болғанша жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Пиццамыздың соусын дайындаймыз. Ең бірінші қызанақтарымызды осылай дәл видеодағыдай пышақпен орталарын кесіп алып, бетіне қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін қызанақтарымызды алып, сыртын ашып, ашуға өте оңай болады. Болған қызанақтарымызды блендерімізге кесіп отырып салып аламыз. Чесногымызды саламыз, бетін жауып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жаңағы дайын болған массамызды қуырып аламыз. Таша отта әрдайым араластыра отыра қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды саламыз. Сонымен біздің соусымыз дайын болды. Бетін жауып қалдырамыз. Дайын болған қамырларымызды 4-ке бөліп аламыз, біркелкі қылып. Біз бүгін 4 пицца жасайтын боламыз. Сіз өз қалауыңызша жасасаңыз да болады. Пиццаның құрамын мен видеоның астына қалдыратын боламын. Мені 4 бөлікке бөліп алдық. Енді бетіне май құямыз. Осылай бір-біріне жабысып қалмас үшін тағы бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды дәл видеодағыдай оқтаудың көмегімен немесе қолмен осылай жайып алатын боламыз. Орташа қалыңдықта. Қамырымыздың жұқалығы 2-3 сантиметрде болады. Қамырымыздың шет-шетін дәл видеодағыдай жасаймыз. Сол кезде пиццамыз өте әдемі көрінетін болады. Дайын болған соусымызды пиццамыздың үстіне құйып шығамыз. Өзіңіздің қалаған сырыңызды қолдансаңыз болады. Мен осылай сырымды салып шықтым. Бетіне осылай шұжығымызды қойып шығамыз. Дайын болған пиццамызды 200-250 градуста 5-6 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Одан көп қоймаймыз, себебі тестамыз қатты болып қалуы мүмкін. Екінші пиццамызды дәл жаңағы видеодағыдай жасап шығамыз. Соусымызды құйып, үстіне сырымызды саламыз. Қызанақтарымызды саламыз. 200-250 градуста 5 минут пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің дәмді өте оңай салатын пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Бұл қамырмен барлық пиццаны жасауға болады. Өте дәмді, өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіз.